Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Түскі асқа немесе кешкі асқа не жасарларыңызды білмей жатсаңыздар, осы тағамды жасап көріңіздер. Менде сиырдың кесек еті алдын ала туралып мұздатқышта сақталған. Осы етімді табама май құймастан бір қабат шайып алып, табаға салып, үстіне 250 мл суымды құйып, қақпағын жауып, суы азайғанша қайнатып аламыз. Етінің суы азайды, аздап араластырып алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, қуырып аламыз. Еттерімізді қуырғанда пешіміздің қызуын азайтып, орташа деңгейге қоямыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписация батырмасын басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Етіміз аздап қуырылды, үстіне аздап сәбізімізді және бір дана пиязымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сәбіздеріңізді ұзын жолақтарға немесе осындай арнайы кескіш құрылғымен әдемі етіп кесіп алуларыңызға болады. Пияз бен сәбізіміз аздап қуырылғаннан кейін үстіне 2 ас қасық терияки соусын қосамыз. Терияки соусы болмаса, басқа да соус түрлерін қоссаңыздар болады. Ең соңында картобымызды қосып, 1 кесе суымызды құйып, баяу отта бұқтырамыз. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып және копировать ссылку дегенді басып, әлеуметтік желіде осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді гарнирына күріш пісіреміз. Менде 3 адамға 1 кесе күріш пайдаландым. Табамызға аздап май құйып алып, қыздырып, оның үстіне жақсылап жуылған күрішімізді салып шайқаймыз. Күрішіміз аздап қуырылғаннан кейін үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, тағы да бірнеше қайтара араластырып, үстіне 2 кесе қайнап тұрған су құямыз. Суымызды құйып болғаннан кейін баяу отта бұқтырып пісіретін боламыз. 10 минут шамасында қақпағын жапқаннан кейін ашпауға тырысыңыздар. Подливымыз дайын болды. Енді үстіне жарты шай қасық копченый паприкамызды қосамыз және шай қасықтың ұшымен қызыл ащы бұрышымызды қосып, ақырын қозғап араластырып қоямыз. Қалауларыңызға қарай аздап аз көктен де қоссаңыздар болады. Гарнирға пісірілген күрішіміз де дайын болды. Осындай шашырап әдемі болып пісіп шығады. Енді қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі қып әсемдеп ұсына берулеріңізге болады. Осымен кешкі асқа немесе түскі асқа ұсынуға болатын тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.